Ал бүгін Сенат аквашаруашылыққа қатысты заңда мәжіліске кері қайтарды. Жоғары палата депутаттары ондағы кейбір баптарға өзгерту енгізген. Қазір елімізде жергілікті маңызы бар 3000-ға жуық су айдыны бар. Балықты қайта өңдеумен 72 кәсіпорын айналысады. Оның ішінде 20 кәсіпорын өз өнімдерін Еуропалық одақ елдеріне экспорттайды. Бұл ретте үкімет саланы дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасында қабылдаған. Оған сәйкес балық өсіру көлемін жылына 270 мың тоннаға дейін ұлғайту. Өнімдердің ішкі тұтынудағы көрсеткішін 134 мың тоннаға арттыру көзделген. Бүгінде Қазақстанда жан басына шаққанда балық тұтыну нормасы жылына небәрі 4 келіге ғана әзер жетеді. Ал көршілес Ресей мен Қытайда 20 келіден асады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне қарағанда, бір адам бір жылдың ішінде кем дегенде 16 келік балық өнімін жеу қажет. Норвегия, Қытай, Вьетнам және Чили мемлекеттері аквашаруашылық саласында көш бастап тұр. Бұдан басқа көршілес Өзбекстан мен Қырғызстан елдерінде де балық шаруашылығының қарқынды дамығанын көріп отырмыз. Мысалы, Өзбекстан Республикасы 2023 жылы 740 мың тонна долларға балық өнімдерін экспорттаған, ал Қазақстан 2024 жылы 24 мың тонна балық өнімдерін экспорттады. Оның жалпы құны 75 мың доллар.